Әнші болғым келеді байқауы Алтын Маханбетованың төл құжатына айналған жоба десек, артық айтпаймыз. Иә, мыңдаған баланың сахнаға алғаш қадам басуына себепкер болған Әнші болғым келеді республика көлемінде өткен әнші балалар үшін теңдессіз ән мектебі болды. 2002 жылы алғаш теледидар арқылы көрерменге жол тартқан аттай 10 жыл көрермен көз айымына айналып, талай талантты бүлдіршінді қанаттандырды. Бүгінгі Қазақстан эстрадасында жүрген жас әншілердің дені осы Алтынның мектебінен өткен. Олардың біразы бүгінгі кешке қатысуда? Иә, арманшыл балапандардың әнұранына айналған Әнші болғым келеді әні еді. Өлеңін жазған И.Исаев. Туған жерде ән құрып, туған жерде ән қылып, әнші болып, ән болып, шырқайыншы мәңгілік. Ақылға сау ойлашы, жоқ демеңдер пайдасы, әнші елдің мақтаны, әнші елдің айнасы. Шуға шашқан шаққандай, дүние ән сап жатқандай, әнші болғым келеді, роза мене мақпалдай, әсемін ғой керегі, жаныңа нұр себегі. нағимадай майрадай, әнші болғым келеді. Жаңа күнді қарсы алып, оянамыз тамсанып, мынау жарық дүние тұрғандай ғой ән салып. Асқақтасын әніміз, шарықтасын сәніміз, кел шырқайық кәнекей, қосылайық бәріміз. Шуақ шашқан шаққандай,